Нұрлы жолдың тағы бір шарапаты. Былтыр 7000-нан астам пәтер пайдалануға берілген екен. Бұл қарқын биыл да бәсеңдемейді. Ақпан айында мемлекеттік бағдарламаның тұрғын үй құрылысы бағытына қосымша 360 миллиард теңге бөлінетін болды. Нақты айтсақ, жалдамалы баспана салынады, несиелік пәтерлер пайдалануға беріледі, инфрақұрылым тартылады, жеке мердігерлерге қолдау көрсетіледі. Жұмыстың дені аймақтарда жүреді. Мәселен, Қызылорда қаласында биыл нұрлы жол бойынша 600 отбасы пәтерлі болмақ. Барлығы 12 тұрғын үй салынады. Бұдан бөлек осы аптада жекемен мемлекеттің әріптестік аясындағы баспананың іргетасы қаланды. Сосын Орталық Азия мен ТМД елдерінде бірегей саналатын кәсіпорынның құрылысы Сыр өңірінде жүріп жатыр. Шыны зауыты ендігі жылы жұмысын бастайды. Осы тұста айта кететін жайт, өндіріске қажет кварц құмы, әк тасы секілді шикізат Қызылорданың өзінде жеткілікті. 7 күннің журналисі Нұрлан Жақыпбеков жалғастырады. Қазір Қызылорда қаласы қарқынды құрылыс алаңына айналған. Жаңа мөлтек аудандар бірінен соң бірі бой түзеуде. Сәні мен сәулеті келіскен ғимараттар қаланың ажарын ашып қана қоймай, әлеуметтің әлеуетіне де әр бере бастады. Жас отбасылардың басты арманы баспанадан басталады. Өзгенің босағасында күнелтудің қандай боларын қадіріптер отбасы да жақсы білет. 8 жыл бойы әркімнің пәтерін жалдап келген олар мемлекеттік бағдарламаға дән риза. Барлығы шешілген, есептелген, әрқайсымыздың айлығымызға жоспарланған жолдама болғандықтан бізге ол төлемақыны уақытында төлеу ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Себебі бұдан кейін де біздің айлығымызды көтерді. Өткен жылы облыс бойынша 54 көпқабатты үй пайдалануға берілді. 2684 сыр бойлық үйлі болды. Ал биыл 67 тұрғын үй салынбақ. Осының арқасында 3000-дай отбасын пәтермен қамтуға мүмкіндік бар. Яғни бір жылдың ішінде үй кезегінде тұрғындардың 24,3% баспаналы болады. Қызылордалық құрылысшылар ерте көктемнен іске кірісіп кетті. Бүгінде облыс орталығындағы Арай 3 мөлтек ауданында салынатын тұрғын үйлердің құрылысы басталды. Игі бастамаға мұрындық болған Бәйтерек ұлттық холдингі. Көп құрылыс материалдары осы жергілікті мекемеден алынып жатыр. Кірпіш, бетон заттары, бетоннан жасаған жабдықташтарымыз бар, фундамент заттары бар, соның бәрі осы жергілікті мекемеден алып жатыр. Бұл әр үйде 50 пәтері болады. Оның 40 пәтері 2 бөлмелі, 10 пәтері 3 бөлмелі. Нұрлы жол бағдарламасы аясындағы жүйелі жоспар құра білген холдинг мамандары биыл 600 қызылордалық отбасын баспанамен қамтуға ниетті. Ол үшін жалпы аумағы 40 000 шаршы метрден асатын 12 тұрғын үй салынады. Жобаның жалпы құны 6 миллиард теңгені құрайды. Бұл баспаналар бірінші кезекте жетімдерге, көп балалы немесе мүгедек балалары бар отбасыларға және бюджеттік мекеме қызметкерлеріне үлестірілетін болады. Бәйтерек холдингі іске асырып жатқан Сыр өңіріндегі тағы бір жоба шыны зауыты. Бұл орталық Азиядағы теңдессіз технологияға ие өндіріс орны болмақ. Кәсіпорын 2017 жылы іске қосылуы керек. Қазір құрылыс алаңына 200-ден астам адам жұмылдырылған. Бірінші кезекте дайын өнім қоймасының құрылысы жүргізілуде. Строительство склада готовой продукции. Дайын өнім қоймасының ұзындығы 300 метр, ені 150 метрді құрайды. Қазіргі таңда металл құрылымдау жұмыстары аяқталып, сыртқы қабырғалары қаланып жатыр. Сонымен қатар зауыттың негізгі өндірістік құрылғылары қойылатын бас ғимараттың құрылысы басталып кетті. Сонымен қатар дайын өнім қоймасынан басқа зауыттың өндірістік цехтарының іргетасын қалау жұмыстары басталып кеткен. Жақын күндері индустриалдық аймаққа келетін шойын жолды төсеу, автокөлік жолын кеңейту, газ құбырын тарту жұмыстары да жүргізіледі. Зауытты шыны өндірісі саласында әлеуеті жоғары америкалық компания жабдықтайды. Өндіріс қуаттылығы жылына 197 000 тонна шыны табақша дайындауға лайықталған. Әлемдегі барлық шыны өндіретін зауыттарда біздің қондырғыларымыз орнатылған. Біздің компания бұл салада 70 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келеді. Ал Қызылордадағы шыны зауыты Орталық Азия және ТМД елдерінде баламасы жоқ ең үлкен шыны зауыт болмақ. Инвестициялық жобаның құны 36 миллиард теңгеден асып жығылады. Қаржының 80%-ын Қазақстан даму банкі бөлсе, қалған 20%-ы инвесторлардың үлесі. Біздің жоспарымыз 2017 жылда осы зауытты іске қосу. Сонымен бірге қазір
жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп біз қазір кадрларды дайындау жұмысын бастап жатырмыз. И маусым айынан бастап осы зауытқа 370 адамды тауып, оларды біздің шетелдік инвесторлармен бірлесіп оқыту жұмыстарын бастайтын боламыз. Кадр дайындау мәселесінде Ресейдің маңдайалды Москва мен Санкт-Петербург қалаларында техникалық жоғары оқу орындарында Қызылорда облысының жастары да оқып жатыр. Оларда өздерінің мамандығына сәйкес келетін мамандарда осы жаңа зауыттың жұмысына атсалысады деп ойлаймыз. Сондықтан бірлесіп отқан осы жоба біздің сыр елінің жаңағы индустриялық инновациялық жобасының бір үлкен жақсы қарлығашы деп есептейміз. Бастысы шыны өндірісіне қажетті шикізаттың басым бөлігі жергілікті жерден табылып отыр. Яғни кварц құмы, доломит пен әктасы пайдаланылады. Ал сырттан әкелінетін кальцийлендірілген сода шикізатын таяу уақытта өңірімізде өндіру жоспарлануда. Шыны индустриясының шыңына ұмтылу сыр өңірінің өндірісін ширатып қана қоймай, өңірдің әлеуметтік тұрмысына өң береді дейді сарапшылар. Бұл жерде де қанша тұрғылықты тұрғындарды жұмыс орнымен тұрақты қамтамасыз етіп отыр. Мынандай дағдарыс жағдайында бұл өте жақсы нәтиже деп айта аламын. Өңірде қолға алынған ауқымды 2 жобада еліміздегі дағдарысқа қарсы пәрменді шаралардың бір парасы. Үдемелі дамудан үлес алуда мемлекеттік бағдарламалардың маңызы ерек. Ал өңірде жүзеге асқан әр жобаның сан саланың бойына қан жүгіртері анық. Демек қазіргідей қысылтаяң кезеңде тығырықтан шығудың тиімді тетіктері өз нәтижесін беруде деуге негіз бар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, 7 күн, Қызылордадан.